Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Көк шай Қытай, Жапония, Үндістан мен Ява аралында өндіріс қажеттіліктері үшін өсірілетін мәңгі жасыл ағаш бұталарының кептірілген жапырақтары. Ал жас жапырақтар сопақша тәрізді формада болады. Бір қызығы, көк және қара шайды алу үшін бірдей шикізат қолданылады, бірақ оларды өндіру технологиясында айырмашылық бар. Кептірілген қара жапырақтар жақсы ферменттеуден кейін алынады. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан, бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Бірінші пайдасы. Ас қорыту процесін ынталандырады. Екінші пайдасы. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс жегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Үшінші пайдасы. Көк шай емдік дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамында танин, катехин және илік заттектер болғандықтан, ол қатерлі ісік ауруларымен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады, және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей, ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамындағы С витамині мен мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады. Төртінші пайдасы. Құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Бесінші пайдасы. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы дәрумені мен кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет, ал тиін ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Алтыншы пайдасы. Көк шайда адамның жұмысқа қабілеттілігін жақсартатын кофеин, теин бар. Кофеин алкалоиды шай танинімен байланыстырылған күйде болатындықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді, бірақ ол кофеинге қарағанда жұмсақ болады. Жетінші пайдасы. Құрамында йодтың болуына байланысты қалқанша безі ауруларына шалдығу қаупін азайтады. Сегізінші пайдасы. Микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Тоғызыншы пайдасы. Ағзадағы отты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады, және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады. Оныншы пайдасы. Несеп айдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісінуін азайтады. 11-ші пайдасы. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. 12-ші пайдасы. Тегіс бұлшықетті қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамында мырыштың болуына байланысты болады. 13-ші пайдасы. Мыстың арқасында қабыну процестерін емдеуді жеңілдетеді. 14-ші пайдасы. Токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайларда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес беріледі. 15-ші пайдасы. Асқазанның қышқылдығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Көк шай ұзақ өмір сүру сусыны деп есептеледі. Көк шайдың әйелдерге пайдасы. Бірінші. Көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізінде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Екінші. Зат алмасу процестерін ынталандыру және ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Үшінші. Сусын әйелдердің климактерийлік кезеңде жалпы жағдайын жақсартуға қабілетті. Оны сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде пайдалануға болады. Көк шай ер адамдарға несімен пайдалы? Көк шайдың құрамында жыныс жүйесінің және тірек қимыл аппаратының қалыпты жұмыс істеуіне көмектесетін марганец бар. Оның қатысуымен тестостерон гормоны өндіріледі. Шайды қоюлап ішу кезінде кофеиннің ынталандырушы әсері ағзаның стреске қарсы жұмыс істеу қабілеттілігі мен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Ал құрамындағы антиоксиданттар көк шайды қан қысымын қалыпқа келтіру, простата қатерлі ісігінің алдын алуда бағалы емдік құрал жасайды. Бауырға. Сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан, оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болма. Олардың белсенділігін жақсартуға және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн.
Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін.